Ержан аға, Италияда шетелдің товарларын кіргізе ме? Жоқ. Міне жақында үкімет бірнеше жыл ақылдасып, Африка мемлекеттерінен кіргізейік, нарыққа ет сатсын, май сатсын, ірімшік. Бүкіл Италияның жаңағы нелері шаруалар шығып, неге Римге барып, боқты, картопты төк тастайды. Кіргізбейміз. Себебі сендер қазір олардың арзан еттерін сатқызасыздар, біз не істейміз? Біздің өнім өту керек дейді. Ол дұрыс. Мен айттым ғой, Трамптың бірінші билікке келгенде соғысы, сауда соғысы. Қытаймен жанжал болды, сауда соғысы. Жалпы қай болса да мемлекеттің басшысының басты жұмысы ол нарыққа ие болу, және де шетел нарығына экспансия жасау. Италияндар таза бір аймақтың жаңағы товарларын екінші аймаққа кіргізбейді. Жергілікті аймақтың өзінің шарап жасай ма, жүзім ба, ет ба, қандай болса да, егер жетпей жатса, керек болса, мақұл дейді, поштаны төле дейді, салыққа маған кіргізеді. Оны әлдеқандай қылып. Ал бұлай арзан ананікі, бразилиянікі деп ешкім кіргізбейді. Ал бізде Тоқаев нарық толық беріп қойды ғой. Көрдіңіз, толық жұмыс нарығын, мына Алматының барахолканы қытайлар кіргізді. Енді барахолканың адамдары, Алматы, барахолка, басқа Астана бар, барлығын халық таңдау партияның қатарына кіріңдер. Тоқаев сіздердің басты жауларын, олар нарықтарын бәрін кім көреді. Бәрін сыртқа шығарамыз. Ең басты приоритет қазақ. Қазақтың компаниялары, қазақтың бизнесмендеріне бір жағдай жасаймыз. Байытын, күні көреміз, байытын жағдайға алып баратындай, баюға. Ондай мүмкіншілік бар бізде. Ең басты бізде жоқ, қазақтың саясаткерлері қазақтың билігінде.